Қалайсыздар, құрметті көпшілік? Кітап құмарлығымыз өмір бойы 40 жыл бойы ұстаз болған ата-анадан дарыған болу керек. Іздестіріп жүріп бір бұзылып жатқан үйден биыл осы көктемде бір тасталып кеткен есік терезесі бұзылған үйдің ішінен 5 ғасыр жырлайдының 2 кітабын тауып алдым. Тастап кетіпті көшкен кісілер. Тағы да 1-2 қызық кітаптарды алдым. Шаң басып жатыр екен. Бұл байқұстың сыры кетіп, ішіндегі мағыналы сөздері қалыпты дегендей, андай скотч деген нәрсемен ары жапсырып, бері жапсырып, бетін бері қаратып алдым. 84 жылы шыққан кітап екен. Менде осы 2-ші томдығы мен 3-ші томдығы бар екен. Біріншісін таппай жүрмін. Қызық енді, өте кейінгі 19-20 ғасырда өмір сүрген ақын, жырау, жазушылардың құрастырылған нақыл сөздері, өлеңдері енді керемет. Соның ішінде қарастырып отырып, Құлтума Сармұратұлы деген кісінің жазған біраз өлеңдерімен бөліскім келді. 1940 жыл мен 1915 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Құлтума ақын 1840 жылы осы күнгі Целиноград облысы Қорғалжын ауданында Абылай алқымы деген жермен шектес Жарты төбе деген мекенде кедей шаруа семьясында туып өседі. Жасынан домбыра тартып өлең жыр айтуға машықтанған ол ойын тойдың көркі болады. Есейе келе серілік құрып өнер жолына түседі. Құлтума айтыс ақыны ретінде де танымал. Шөже, Орынбай ақындардан тәлім алып, олармен сөз сайысында да түскен. Біржан Салмен өнер жарыстырып, жақын қарым қатынаста болған. Ол қазақ даласының түкпір-түкпірін аралай жүріп, сыр бойында да кеңінен танылады. Осы жерде әйгілі ақын Қыпшақ Рысбаймен айтысқанда да оны жеңіп шығады. Ақынның әншілік өнері де бір төбе, оның бірталай өлеңдері халық арасында кең таралған дейді. Соның 1-2 қысқа термелер деген тақырыппен қысқа да босқа нұсқа өлеңдері бар. Соның біреуі, бірнешесін оқып берейін. Жаман туыс бір масыл арқалаған құммен тең, жақсылығың істеген елекке құйған сумен тең. Келінің зекіп айтқаны езіп құйған умен тең, көңілсіз берген тамағы құмаралас күлмен тең. Жаман болса әйелің көрген күнің түнмен тең, атадан жаман ұл туса елестеген жынмен тең деген екен. Жақсы болса әйелің үйіңдегі ырысың, жақсы болса ұл балаң қайрап қойған қылышың, жақсы болса келінің басып қойған күрішің, жақсы болса қыз балаң жайлы қоныс тынысың деген. О заманда да арақ болған ау. Арақ ардың ажалы, ақшаның тажалы, ырыстың қырсығы, абыройдың мылтығы, жақсылықтың жаңқасы, төбелестің арқасы деп қайырыпты. Өзімнің мініме құлағым керең, кісінің мінін қырымнан көрім деп қайырыпты. Дұрыс айтқан екен. Қазіргіше айтсақ, самокритичный, өзін бағалай білетін ақын болған екен да. Олақ адам міліншіл келеді, оңбаған адам күншіл келеді, көп ойлаған адам сыншыл келеді, орынсыз сөз былшыл келеді деген екен. Қарттық жөнінде деген бір қызық өлеңі бар. Жастықта қылған істің ұяты жоқ, кәрінің жастағыдай қуаты жоқ. Бір үйге өз бетіммен кіре алмаймын, бәрі жер айналамнан суаты жоқ. Баға бер шаппай желмей кәрі бозды, күш қуат, ақыл қайрат бәрі тозды. Дүниені сайран еткен қолмен аяқ, бұл күнде төртеуінен таяқ озды. Бір күнде мал іздедік, жанды қинап,
күнәні тоғанақтап алдық жинап, ақыл мен қайратымның бар кезінде батыр деп құрметтеді әркім сыйлап. Сол күнде мал іздедім дүние қуып, тоқтадым жігіттіктен көңілім суып. Жігіттер, тәубеге кел, қанағат құт, өзге өтірік болса да өлім жуық. Болса да өзге өтірік өлім рас, бұрынғы өткендерден қалған мирас. Ғаламның 18 мың бәрі өзгеріп, бұл дүниеде болар бір күн жоқ жым-жылас деген екен. Қай ғасырда айтса да құнын мағынасын жоғалтпаған өлеңдер екен. Қабыл алыңыздар.